Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай дәмді әрі нәзік болып шығатын, прям ауызда еритін, қамыры өте жұмсақ болып шығатын орама дайындаймыз. Ол үшін алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің әрбір шыққан видеом сіздерге көрініп тұру үшін. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді алдымен осы дайындау үшін етімізді кубиктап тұрап, барлығын жақсылап жуып, қазанымызға майымызды құйып, етімізді салып қуырамыз. Біркелкетіп қуырылып жатқанда ұнымызды дайындаймыз. Ұнымызға бір жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып, барлығын жылы суға араластырып, нанды илейміз. Илеп бетін жауып қоя тұрған кезде қуырылып жатқан етіміздің үстіне суымызды құйып, бұқтырып қоямыз. Астын басып бұқтырып қоясыздар. Ол жарты сағаттың ішінде пісуі керек. Сол кезде пісіп жатқан кезде үстіне сәбізімізді слой етіп тұрап, соломка сияқты етіп тұрап саламыз, біркелкі пісу үшін. Және енді осы ет пісіп жатқан кезде қамырымызды жаямыз. Мінекей жұп-жұқа қылып жаясыздар. Және үстіне шемек майымызды құямыз, біркелкетіп. Және үстіне бір дана пиязбен қара бұрышымызбен тұзымызды салып, барлығын біркелкі араластырып, қамырымызды майлап, үстіне пиязымызды қолымызбен қысып жібереміз. Содан кейін барып қамырымыздың бетіне саламыз. Және барлығын біркелкі ораймыз. Мінекей шетінен бастап барлығын біркелкі осылай етіп орап шығамыз. Және дайын күйінде осылай қойып қоямыз. Енді жаңа етіміз бен сәбізіміздің үстіне ашылған картопымызды жуып, тазалап, үстіне саламыз. Және салғаннан кейін суын картоптан асып тұратындай етіп салып қоямыз. Және жаңа дайын қамырымызды барлығын бөлшектеп бөліп, осы судың бетіне аздап қана батып тұратындай етіп саламыз. Мінекей жарты сағаттың ішінде дайын болып пісіп шығады. Осылай етіп әдемі етіп ыдыстарыңызға орналастырып ұсынуға болады. Өте дәмді тағам. Жолдастарыңызға, әсіресе ер адамдарға өте қатты ұнайды. Сондықтан жасап көріңіздер. Және каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Өйткені менің әрбір шыққан видеом сіздерге көрініп тұру үшін. Ас болсын, әлі де көптеген рецепттер болады.